Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен түрік халқының ерекше тағамы маклюбе дайындаймыз. Ол үшін бізге керегі баялды, сәбіз және картоп. Барлығын осылай дөңгелектеп, орташа мөлшерде турап шығамыз. Барлық қажетті заттарды мен осы видеоның астына описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Ең алдымен қызып тұрған майға картопты фри сияқты қуырып аламыз. Екі жағы қызарғанша қуырамыз. Енді сәбізді де екі жағынан қызарғанша қуырып аламыз. Енді осы майға баялдыны да қуырып аламыз. Міне көкөністердің барлығын қуырып алдық. Енді оны кішкене қоя тұрамыз. Етімізді осылай төрт бұрышты қылып, орташа мөлшерде турап алдым. Енді ыдысымызға кішкене май құйып, етімізді жақсылап қуырып аламыз. Еттің сөлі шыққаннан кейін тағы бір рет араластырып, тағы да бетін жауып, әбден сөлі шыққанша қуырамыз. Міне еттің сөлі шықты, ешқандай да су қосқан жоқпын, өзінің сөліне осылай қуырып жатырмын. Егер де сіздердің еттеріңіздің тұзы аздау болса, онда кішкене тұз қоссаңыздар болады. Мен етімнің тұзы жеткілікті, сондықтан тұз қоспадым. Енді орташа отта осы етімізді қуырып аламыз. Сөлі әбден тартылғанша қуыру қажет. Міне еттің сөлі тартылды, мен 20 минуттай қуырдым. Еттің толық пісуі қажет емес. Тағы да маклюбені жинағанда пісіретін боламыз. Енді сол ыдысымызға кішкене май құйып, қыздырып аламыз да күрішті қуыратын боламыз. Күріш табаға жабысып қалмас үшін араластырып отырып қуыру қажет. Мен күрішке кішкене күркума қостым, ол күрішке сарғыш түс береді. Бір шай қасық көлемінде салсаңыздар жеткілікті. Енді жақсылап тұрып араластырамыз. Күрішті әбден қуырып алғаннан кейін, күріштің бетін жауып тұратындай су құямыз. Күрішті суы тартылғанша пісіріп аламыз, бірақ та күрішіміз толықтай піспейді. Күріштің суы тартылғаннан кейін барлығын осылай ортаға жинаймыз. Шанышқының көмегімен осылай тесіктер жасап, бетін жауып бұқтырып қоямыз. Күріштің астын өшіріп қоюды ұмытпаңыздар. Күріш осылай шашыраңқы болып піседі. Енді маклюбені жинаймыз. Міндетті түрде шұңғыл ыдыс болу керек. Қазан болса да жарай береді. Астына кішкене сұйық май құйып, сарымсақты дөңгелектеп турап саламыз. Сарымсақтың үстіне бағанағы қуырып алған етімізді салып, тегістеп жібереміз. Еттің үстіне қуырып алған сәбіздерді саламыз. Сәбізден кейін шымшым тұз қоссаңыздар болады. Оның үстіне қуырылған баялдыны салып шығамыз. Тағы да кішкене тұз сеуіп, қуырылған картоптарды салып шығамыз. Картоптан кейін шымшым тұз сеуіп, қуырылған күрішті саламыз. Енді күріштің үстінен осылай қасықпен нығыздап басып шығыңыздар. Сол кезде формасын әдемі ұстайтын болады.
Енді үстіне 1 стакан ыстық су құямыз. Оттың астын ең баяуына қойып, 20-30 минуттай пісіріп аламыз. Біздің маклюбе дайын. Енді ыдысымызды осылай бетіне жауып, төңкеріп аламыз. Үстінен кішкене қасықпен ұрып жібереміз де, ыдысымызды ақырындап алып тастаймыз. Маклюбе тағамын мен осы жерде бірінші рет жасап көрдім. Бірінші ретте менде осындай әп-әдемі болып шықты. Қараңыздаршы, өзінің формасын әдемі ұстап тұр. Қасына осылай қияр мен қызанақтан салат жасап ұсынсаңыздар өте дәмді болып шығады. Сонымен қатар қасына қазір айран құятын боламыз. Егер айран болмаса, онда кез келген қаймақтың түрімен ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Бұл жерде мен 10 адамға жететін порцияны жасап ұсындым. Туыстарыңызды, жақындарыңызды таң қалдырғыңыз келсе, осы бір ерекше дәмді тағамды міндетті түрде жасап көріңіз. Достар, сіздерге рецепт ұнаған болса, менің еңбегімді бағалап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта басқа да түрлі дәмді тағамдардың рецептісі шығатын болады. Сондықтан рецепттерді жіберіп алмас үшін тіркелгеннен кейін қоңыраушаны басып қойсаңыз жеткілікті. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Сіздермен болған Нұрзат. Келесі кездескенше.